Ал баршаларыңызға сәлем, біздің негізгі модульге қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен деңгей және оның түрлері туралы айтатын боламыз. Бүгінгі сабақта біз қозғайтын тақырыптар: тарихи деңгей, зеркальный деңгей, трендтік үзіліс деңгейі, лимиттік, паранормальный, перехай алдындағы откат, геп бойынша деңгей, геп деген не, оның түрлері, проторговка кезінде қалыптасқан деңгей. Жалпы осы деңгей тақырыбын алдыңғы модульде біз сіздермен қарастырған болатынбыз. Деңгейді екіге жіктедік, поддержка деңгейі және сопротивление. Төменнен қалыптасса ол поддержка, үстінен қалыптасса ол бізде сопротивление деңгейі деп анықтаған болатынбыз. Бірақ осы деңгейлердің қалыптасуына қарай біз деңгейді бірнеше түрге жіктейміз. Оның ең бірінші түрі ол трендтік үзіліс деңгейі. Жалпы трендтік үзіліс деңгейі дегеніміз не? Бұл ең күшті деңгей, өйткені одан жоғары немесе төменгі бағаны бұзып кету басталады. Егер қандай да бір нүктедегі тренд қозғалысы бір рет кері қайтса, онда сол нүктеден кері айналудың қайталану ықтималдылығы жоғары. Бірақ деңгейдің болуын қамтамасыз ету үшін әрқашан бірнеше растау сигналдары болуы керек. Жалпы бір сөзбен айтқанда, трендтік үзіліс дегеніміз ол галочка. Мысалы, былай құлап келді де резко көтеріліп кетті. Ортада қалыптасқан деңгейді біз сіздермен трендтік үзіліс деңгейі деп атаймыз. Трендтік үзіліс деңгейі, мысалы, маркет өсіп келді, галочка сияқты қайтып кетті. Мынау аралық бізде трендтік үзіліс деңгейі деп аталады. Немесе маркет құлап келді, резко көтеріліп кетті. Оны біз сіздермен төменгі жағынан қалыптасқан трендтік үзіліс деңгейі деп атаймыз. Яғни бір сөзбен айтқанда, ол бізде осындай галочка, яғни өсті, үшбұрыш қалыптастырған, немесе төменнен үшбұрыш қалыптастырған деңгейді біз сіздермен трендтік үзіліс деңгейі деп атаймыз. Әртүрлі таймфреймде болуы мүмкін, 5 минутта да, 4 сағатта да, 1 күндікте де, неше түрлі таймфреймде бола береді, бірақ таймфрейм жоғары болған сайын деңгей мықтырақ болады. Мысалы, маркет құлады и көтерілді, немесе көтерілді, құлады. Яғни мынау аралық, немесе мынау аралық бізде мықты трендтік үзіліс деңгейі болып саналады. Трендтік үзілісті біз қарапайым және күрделі деп екіге бөлеміз. Қарапайым трендтік үзіліс ол бізде, мысалы, акция бағасы көтеріліп келе жатыр, белгілі бір бағадан тоқтады да, и одан кейін артқа қарай қайтты. Бұл жерде қараңыздар, бірінші свечканың аумағы алғашқы деңгейді қалыптастырады. Деңгейді қалыптастыратыны бірінші тоқтау болып табылады. Яғни маркет көтеріліп келді. Алғашқы тоқтау осы жерден болды. Одан кейінгі свеча, мысалы, ложный пробой жасады. Яғни мынау ложный пробой дегеніміз деңгейді бұза алмады, бұзуға әрекетін жасады да, неге біз мынаны емес, мынаны алып отырмыз? Себебі алғашқы тоқтауды, алғашқы тоқтаған аумақты аламыз основной деңгей ретінде. Саудалану бойынша қалыптасқан күрделі трендтік үзіліс деңгейі. То же самое, қараңыздар, маркет өсіп келді, бірінші тоқтады, одан кейін біраз уақыт бізде боковое движение болды. Бұл аралықта неге біз деңгейді мына жерден сызбаймыз, неге мына жерден сызбаймыз, неге мына жерден сызбаймыз? Бірінші тоқтау, яғни мықты трендтің бірінші тоқтаған аумағы бізге нағыз деңгейді қалыптастырады. Бұны біз сіздермен трендтік үзілістің күрделі түрі деп атаймыз. Трендтік үзіліс деңгейіне мысал келтіретін болса, қарапайым трендтік үзіліс галочка қалыптастырған, мынау мысалы күрделі қозғалыс жасаған, яғни маркет өсіп келді, бірінші трендтік үзіліс қалыптастырды, ложный пробой, бірақ свечамен болды да, артқа қарай қайтып кетті. Келді, маркет өсіп келді, белгілі бір жерден тоқтады, одан кейін біраз уақыт сол деңгейдің тұсында қозғалыс жасады да, артқа қарай қайтып кетті. Бұл бізде күрделі тренд үзіліс деңгейі деп аталады. Одан кейінгі деңгейдің түрі бізде тарихи баға деңгейі. Тарихи баға деңгейі бұл қайталанатын баға нүктелеріне негізделген деңгей. Төмендегі нақты графикте баға бір деңгейге бірнеше рет барғанын нақты көре аламыз. Мұны жай кездейсоқ деп түсіндіруге болмайды. Тарихи деңгейдің қалыптасуы негізгі шарты бірдей бағаға қайта-қайта оралуы. Мысалы, міне келді, мына жерде белгілі бір бағаға, содан қайтып кетті. Қайтадан сол бағаға келді, қайтадан сол бағаға келді. Бұны біз сіздермен тарихи баға деңгейі деп атаймыз. Тарихи баға деңгейі бізде максимум нүктелерінде болуы мүмкін, немесе бірнеше рет қайталанатын нүктелерде кездесуі мүмкін. Мысалы, максимум мына жерде тарихи деңгей максимум жасады, яғни өзінің тарихындағы ең жоғарғы бағаны қалыптастырды. Сол ең жоғарғы баға біраз уақыттан кейін қайтып келді. Тарихи деңгейге тағы да мысал графиктің уже ортасында, белгілі бір бағаларға қайта-қайта оралуы бізге тарихи деңгейді қалыптастырады. Мысалы, мына жерде ең жоғарғы бағасын қалыптастырды, ең жоғарғы бағасын қалыптастырды, жоғарғы бағасын қалыптастырды. Яғни белгілі бір бағаға графикте қайта-қайта келуін біз сіздермен тарихи баға деңгейі деп атаймыз.
Зеркальный деңгей. Зеркальный деңгей сопротивление деңгейі мен поддержка деңгейі арасындағы ауысу процесін айтамыз. Көптеген трейдерлар тек осы деңгейде сауда жасайды, себебі ол қозғалыс бағыты айқын және стопты орнату үшін жақсы нұсқаулық болып табылады. Кейбір жағдайларда айна деңгейі, зеркальный деңгейі трендтік үзіліс деңгейінен күштірек болып кетуі де мүмкін. Мысалы, бұрын мына жерді қарайтын болсақ, бұл ең төменгі поддержка деңгейі болды. Поддержка деңгейі бұзылды, біраз уақыт акция бағасы құлап кетті да, қайтадан жоғары көтерілді. Бірақ уже жоғары жағынан шыға алмады, сәйкесінше бұл осы деңгейден откат алады. Яғни бұрын ол поддержка деңгейі болатын болса, қазір ол сопротивление деңгейіне айналғандығын көруге болады. Бұндай деңгейді біз сіздермен зеркальный уровень деп атаймыз. Зеркальный деңгей, поддержка деңгейі сопротивление деңгейіне айналды. Мысалы, маркет өсіп келді, ең жоғарғы деңгейін қалыптастырды, қайтып кетті. Деңгей бұзылып кетті, бұзылғаннан біраз уақыт өсті, артқа қарай қайтқан кезінде деңгейді уже төмен қарай бұза алмады, ол бізде мықты зеркальный уровеньді қалыптастырды. Одан кейін, мысалы, біраз уақыттардан кейін тура сол деңгейге қайтадан қайтып кетті, осы зеркальный уровеньнен қайтадан откат алып жоғары қарай қозғалысын жасады. Зеркальный деңгейге мысал бір күндік таймфреймда. Барлық деңгейлер барлық таймфреймда жұмыс жасайды. Бірақ деңгей мықты болады қай кезде? Таймфрейм жоғары болған кезде. Және мынандай касаниялары өте көп болған кезде. Бұны біз сіздермен растау сигналдары деп атаймыз. Мысалы, маркет өсіп келді, бір бағадан қайтты. Тура сол бағадан екінші рет қайтты. Үшінші ретінде бұзып өтті, бірақ артқа қарай құлаған кезінде уже ол бағадан төмен құлай алған жоқ. Бұндай деңгейді біз сіздермен зеркальный уровень деп атаймыз. Одан кейінгі деңгейдің түрі ол бізде лимиттік деңгей деп аталады. Бұл свечалардың денелері немесе фитильдері арқылы қалыптасатын және оны өтуге болмайтын деңгей. Деңгейдің бұл түрі бір жазықтықтағы кем дегенде 2 күнделікті свеча бір нүктеге соқтығысқан кезде қалыптасады. Бұл свечалардың арасында аралық свеча болмау керек. Яғни жаңа бізде зеркальныйда, тарихида, изломдықта ортасында свеча болатын болса, енді лимиттік атайтып тұр, лимит деп тұр. Бірнеше свеча қатарынан барып бір бағаны ұрып жатыр. Бұндай кезде қалыптасқан деңгейді біз сіздермен лимиттік деңгей деп атаймыз. Лимиттік деңгейге мысалы мұны төмен қарай келді, бір бағаны ұрды, 2 свечка қатарынан, ортасында ешқандай свечка болмауы керек. Лимиттік деңгейге мысал, мұны қараңыздар, маркетте баға өсіп келді, белгілі бір деңгейге 189-88 деген бағасына қарай келді да, бұзалған жоқ. Екінші рет келді да бұзалған жоқ. Үшінші ретінде ол төмен қарай біраз уақытқа құлап кетті. Яғни бұл бізде бір күндік таймфреймдағы лимиттік деңгейдің қалыптасқандығын көрсетіп отыр. Паранормальный свечалық деңгей. Деңгейдің бұл түрінің негізі өлшемі орташа мәннен 2 немесе одан да көп есе болатын паранормальды свечаның шығуы. Бұл деңгей касание арқылы растауды және жалған бұзу арқылы күшейтуді қажет етеді. Бұл деңгейдің ерекшелігі, егер қажетті растаулар болса, деңгей паранормальды шаманың 2 ұшымен жасалынады. Мысалы, паранормальный дегенді мен былай түсіндіреді. Например, мысалы, сіздер продуктовый магазинде жұмыс жасайсыздар, И күнделікті айтайық 100 штук нан сатасыздар. Стабильно күнде әрдайым 100 штук нан сатасыздар. Бірақ бір күні болады ғой, әр бизнестің бір сәтті күндері болады. Случайно сіз 100 штук емес, 200 штук сатып кеттіңіз бір күні. Бірақ сіз үйтіп күнде сатып атқан жоқсыз. Міне сонда 200 штук сатылып кеткен күнді паранормальный деп атаймыз. Акцияларда да солай. Мысалы, Tesla компаниясы күнделікті $15 қозғалса, бүгін, ертең, арғы күні $15 қозғалды да, бір күні келді да $30 қозғалып кетті. Ондай күнді біз паранормальный деп атаймыз. Ол күні қалыптасқан свечка паранормальный свечи болады. Паранормальный свечидің үстіңгі, астыңғы границасы паранормальный свечалық деңгей деп аталады. Паранормальный свечалық деңгей барлық деңгейлер сияқты бүкіл таймфреймде бірдей кездеседі. Бірақ, мысалы, маркеттің барысында алғашқы 5 минутта әсіресе паранормальный свеча қалыптастыру әбден мүмкін. Мысалы, маркет ашылды, ашыла салысымен 5 минутында осындай ұзын свеча қалыптастырды. Паранормальный свечаның үстіңгі, астыңғы границасы өте мықты деңгейді қалыптастырады. Яғни, мына жерде жалған бұзу, мынау шынайы бұзу.
шынайы жалған бұзу тақырыбына біз әлі келеміз. Мысалы, бұл жердегі түсіну керек бір-ақ нәрсе, яғни ол үстіңгі жағын шынайы бұзып кететін болса, лонг позиция, яғни маркет өседі, астыңғы жағын шынайы бұзып кететін болса, шорт позиция, яғни маркет ары қарай құлайтындығын білдіреді. Келесі деңгей ол бізде пери хай алдындағы откат деңгейі деп аталады. Яғни мысалы маркет өсіп келе жатыр белгілі бір бағытпен, бірінші тоқтауын жасады, артқа қарай құлады. Алғашқы трендтік үзіліс деңгейін қалыптастырды. Артқа қарай құлап берді, бірінші рет тоқтады. Тоқтағаннан кейін қайтадан көтеріліп бастады. Яғни мына аралықта откат жасаған дененің тоқтаған аумағы, соңғы откаты, именно последний откат, соңғы откаты тоже маңызды деңгейдің рөлін атқарады. Откат бойынша деңгейге мысалы, например, мына жерде қараңыздар, маркет өсіп келді, бірінші өзінің максимум нүктесін жасады, экстремум нүктесін жасады, өзінің максимумы осы жерде болды. И одан кейін сол максимумнан откат алды да белгілі бір деңгейге дейін құлады. Белгілі бір деңгейге дейін құлады, осы деңгейден ары қарай көтеріліп бастады. Значит, бізде мықты деңгейдің бірегейі осы откат деңгейі болып табылады. Болашақта мына баға былай қарай келіп 21-ге дейін құлап, 21-ден тағы да откат алып, былай қарай өсіп кету мүмкіншілігі бар екендігін білдіреді. Бұны біз сіздермен откат бойынша деңгей деп атаймыз. Яғни белгілі экстремум бағаны бұзған қозғалыс басталған деңгей. Мысалы, бұрын максимум нүктелер бізде 232.93 деген бағада тұратын болса, бір откат жасады да ары қарай осы 232-сін бұзып кетті. Яғни осы аралықтағы откаттан қалыптасқан деңгейді біз сіздермен откат бойынша деңгей деп атаймыз. Геп арқылы деңгей, бұл деңгейлер гептердің жоғары және төменгі шекараларында қалыптасады және растауды қажет етеді. Геп дегеніміз не? Геп дегеніміз пустой пространство. Мысалы, пятница күні нарық $250 бағада жабылды. Мысалы, Tesla компаниясының бір штук акциясы пятница күні нарықта саудаланып $250 бағасында жабылды. Бірақ понедельник күні баға 260-та ашылды. Ортадағы $10 бізде геп деп аталады. Геповое пространство деп аталады. Геп ешқандай мәмілелер болмаған бағаның алшақтығын айтамыз. Мысалы, мына күні баға мына жерден жабылды, мына күні баға мына жерден ашылды. Ортада қалып кеткен пустой пространствоны біз сіздермен геп деп атаймыз. Обычный геп, қарапайым геп, баға төмен сауда көлемінен бір жаққа жылжыған кезде пайда болады. Мысалы, мына күні баға бір жерде жабылды, екінші күні мына жерден ашылды. Бұл бізде қарапайым геп. Мұндай геп практикалық пайдалану үшін пайдалы ақпаратты көбіне бермейді. Ол акцияның әлсіз өтімділігі, яғни трейдерлер тарапынан оған қызығушылықтың жоқтығын туралы айтады. Геп при пробойы, деңгей бұзылған кездегі қалыптасқан геп. Акция бағасының күшті қозғалысының басында орын алады және жоғары сауда көлемімен қатар жүреді. Оның пайда болуы үлкен ойыншылардың үлкен көлем жинап болғанын көрсетеді. Мысалы, белгілі бір деңгей мына жерде қалыптасқан. Мейлі ол қандай деңгей болса да, паранормальный болсын, лимиттік болсын, ол трендтік үзіліс болсын, мысалы да, сол белгілі бір деңгейдің үстінен геппен ашылғандығы геп при пробойы деп аталады. Бұл қозғалыстың әлі ұзаққа қозғалатындығын көрсетеді, яғни бұл деңгейдің үстінен ашылғандығы бүгінгі күні маркет әжептәуір күшті өсім беруі мүмкін екендігін көрсетеді. Геп ускорение. Геп ускорение трейдерлердің акцияға қызығушылық жоғары болған кезде баға қозғалысының ортасында пайда болады. Бұл баға қозғалысының ағымдағы бағада жалғасу ықтималдылығын көрсетеді. Мысалы, акция бағасы құлап келе жатыр белгілі бір бағытпен, тура сол бағыттан төмен қарай геппен ашылып тағы да құлауын жалғастырды. Және ол үлкен көлеммен астында шығып отыратын үлкен объеммен расталып отыр. Яғни бұл бізде геп ускорение деп аталады. Яғни геп ускорение дегеніміз жаңағы көмектесіп жатыр. Ары қарай даунтрендтің жалғасуына көмегін ары қарай тигізіп жатыр екендігін көрсетеді. Геп истощение. Геп истощение алдамшы, ол алдыңғы түрге қатты ұқсас, бірақ табиғаты бойынша ағымдағы нарықтық қозғалыстың біткенін білдіреді. Және баға динамикасының алдағы кері өзгеруін көрсетеді. Осы сәтте трейдерлер қателесі қозғалыс жалғасады, сол бағытты белсенді транзакциялар жасайды. Бұл гепте үлкен көлемде көрініс табады. Енді қараңыздар, мысалы, жаңағы геп ускорение кезінде үлкен свечка, үлкен объем.
Яғни бұл бізде трендтің ары қарай жалғасымы бар екендігін білдіріп отыр. Ал геп истощение кезінде мысалы баға белгілі бір жерге дейін құлап ашылды, төмен жағынан ашылды, өте жоғары объем шықты. Әдетте нейтральный свечка плюс үлкен объем разворотты береді, немесе өте үлкен ерекше объем болатын болса, ол бізде трендтің біткендігін білдіреді. Яғни жақын арада развороттың болуын көрсетеді. Яғни геп истощение және геп ускорение екеуін жігін ажырата білу үшін сіздерге міндетті түрде объемға мән беру керек. Геп арқылы деңгей. Бұл деңгейлер гептердің жоғары және төменгі шекараларында қалыптасады және растауды қажет етеді. Геп арқылы деңгейге мысал. Мысалы, белгілі бір күні осы 207 деген бағада жабылды, одан кейін баға 192-де ашылды. Ортада бізде геп қалды. Енді біраз уақыт өткеннен кейін осы гептік деңгейдің бұзылуы келесі аумаққа дейін барып қайту мүмкіншілігінің бар екендігін көрсетіп отыр. Яғни геп арқылы деңгейді сызған кезде міндетті түрде фитильмен ортасын ара қашықтығын аламыз. Геп арқылы деңгейге тағы да мысал, белгілі бір деңгейге дейін келді, 170 деген бағасына қарай келді, пустой пространство қалды, 184-те ашылды. Сәйкесінше артқа қарай қайтқан кезде 184-ті бұзып кетсе, ол келесі гептің границасы 171-ге дейін барып, мына ортадағы пустой пространство гепті жауып беруі мүмкін екендігін көрсетіп отыр. Келесі деңгей түрі ол бізде проторговка кезінде қалыптасқан деңгей болып саналады. Бұл деңгей точка входаны көп бермейді, бірақ басқа деңгейлерге мықты растаушы сигнал бола алады. Мысалы, баға белгілі бір жерге дейін көтерілді, тоқтады, одан кейін боковой движение басталды. Яғни свечалардың қозғалысы бірінің үстінен бірі қозғалып бастады. Бұндай кезде мүлдем сауда жасауға кеңес бермеймін, мына алғашқы тоқтауды растауын күтемін. Яғни бұл аралықта мен осы жерден деңгей қалыптастырды, осы деңгей қалыптастырушы аумақтан тағы да сол бағаға барып қайтуын күтемін. Бір рет, екі рет келді, үшінші ретінде ол сіздерге нақты жаңағы шорт позицияға мына мысалда сигнал беріп отыр. Яғни мынандай проторговка кезінде қандай да бір қалыптасқан деңгей болашақ сіздің сделкаңызға точка входаны бере алады. Яғни бұл жерде проторговка кезінде қалыптасқан деңгей басқа деңгейлермен қосымша ретінде мықты растаушы сигнал болады. Яғни мысалы қарайтын болсақ, например, мына жерде мына аумақта бір лимиттік немесе гептік немесе тағы да бір деңгей қалыптасқан болсын, и соның бойында осындай проторговка болды. Бұл проторговка, боковой движение, консолидация, чопи деп аталады. Осындай консолидацияның ұзақ болуы мықты игроктардың позициясын көптеп жинап жатқандығын көрсетеді. Яғни сіздерге осындай мықты растаушы сигналдар шыққанға шейін сіздер бұл жерде сауда жасамауға тырысу керексіздер. Бұның барлығын болашақта біз сіздердің практикалық сабақтарда тағы да қарастыратын боламыз. Жалпы бүгінгі сабақта біз деңгейдің түрлерімен таныстық. Бүгінгі сабақта біз сіздермен өте ауқымды үлкен тақырыпты қозғадық. Бұл бізде деңгей тақырыбы. Жалпы менің сіздерге кеңесім осы деңгей тақырыбын мықтылап үйреніп алыңыздар, себебі 80%, 90% сіздердің сделкаларыңыздың дұрыс орындауы деңгейді дұрыс анықтауларыңызға тікелей байланысты. Деңгейдің бізде бірнеше түрлері бар: тарихи деңгей, зеркальный, трендтік үзіліс, лимиттік, паранормальный, перехай алдындағы откат, геп бойынша деңгей және проторговка кезінде қалыптасқан деңгейлер. Бас аяғы біз қолданатын деңгейлердің барлығы осы. Сабақ барысында болашақта сделка жасайтын кезде осы деңгейлерді қалай қолдану керек, оның мықтылығын қай кезде біле аламыз, оны растайтын сигналдар қандай болады және әрбір деңгейді қызметіне қарай қалай қолдануға болатындығының барлығын практикада көрсететін боламын. Бүгінгі сабақ бойынша сіздердің негізгі задачаларыңыз деңгейдің түрлерін жаттау, олар қандай болады, қай кезде кездеседі, соны жаттап алу керек және 5 түрлі компанияға осы деңгейлерді сызып, көздеріңізді жаттықтырып, көбірек деңгей сызып, осы деңгеймен көбірек жұмыс істеуге акцент қойыңыздар. Себебі деңгейді көбірек сызған сайын сіздердің көз алдарыңызда видимость жақсы қалыптасады және ол болашақта дұрыс деңгейді анықтауға, уақыттарыңызды да үнемдеуге және жалпы сделкаларыңыздың дұрыс орындалуына тікелей ықтималдылық береді. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.